Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Ақсу Жайымсы атындағы колледждің оқытушысы Калиева Айгүл Амангелдіқызы. Сабағымыздың тақырыбы шешендік өнердің тарихы. Сабағымыздың мақсаты шешендік өнердің тарихы туралы түсінік бере отырып, оқушыларды ойын жүйелі, еркін жеткізуге, көпшілік алдында қысылмай сөйлеуге, білуге дағдыландыру. Жалпы шешендік өнердің тарихына тоқталатын болсақ, шешендік өнердің тарихына жатқан ұлы ғұламалардың ойлары, пікірлері жайлы сөз етеміз. Жалпы шешендік өнердің тарихына тоқталамыз. Шешендік өнердің тарихы ол сонау жаңағы біздің ғұламалардың өмір сүрген кезеңдерінен басталады. Өркениет туын көтерген елдердің бәрінде көркем сөз өнері ежелден бағаланғанын дау жоқ. Ал ежелгі гректер бұл өнерді аса жоғары бағалап, шешендік өнерге баулитын ойлы ортасы мен білім ордалары болғанымен тарихтан таныспыз. Халық көп жиылған ортада әсерлі сөз сөйлеуді қайраткерге тән құндылық ретінде таныған гректер сөз салмағының бағасын білумен қатар, шешендік тану ғылымының білім беру көзіне айналдырып, жүйелі теориясын жасап шығарған ел ретінде танылды. Эллада ғылымдары мен философтары еңбектерінде тәрбие және оқыту мәселелеріне ерекше мән берді. Ертеде ғұлама грек ойшылдары Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель және тағы басқалар шешендік өнер тарихының қалыптасуына ерекше орын алды. Ертедегі Үндістан мен Вавилон, Ассирия мен Египетте мәнерлі де шешен сөйлеу үлгілері дәріптелген болса, басқа да алғашқы адамзат өркениеттері сияқты ежелгі Қытайда шешендік ой пікірлер дамуын Конфуций және оның ізбасарлары ерекше ықпал етті. Азиядағы Кабуснама да шешендік шеберлікті меңгеру кітабы ретінде танылды. Жалпы адамзатын тұрғыдан келгенде, өз мәдениеті ұғымы өзінің тамырын көне замандарда этикалық ілімдерден алады. Мәселен, Қытай философы Конфуций өз ілімінің түп қасығы етіп адам сүйгіштік проблемасын алады. Оның пайымдауынша, тек адам сүйгіштік қасиет қана адамды басқаларды сыйлайтын, ешкімнің алдынан кесіп өтпейтін, шындықтан басқаға мойын бұрмайтын, батыл да байсалды, ілтипатты, достыққа берік, сөзге ұстамды, көмекке дайын етіп қалыптастыра алады. Осы ой Платонның мінсіз мемлекет жасаудың жолы терең біліп, ал тәрбиесінің басты міндеті адамдарды ізгі ниеті, ержүрек, таза өнерлі азаматқа айналдыру деген тұжырымында жалғасады. Аристотельдің пікірінше ең жақсы адам ұлылық дәрежесіне жеткен кен пейілді, қайырымды адам. Қайырымды, ант пейілді кісінің жүрегі жайлы, дауысы төмен, сөзі мазмұнды болуға тиіс. Осы талаптар адамның ішкі мәдениетіне, адамгершілік сапасына, сөз әдебіне тікелей байланысты. Яғни адам қаншалықты кен пейілді, дауысы төмен, сөзі мазмұнды болса, соншалықты жаңағы адамгершілік сапасы да оның жоғары болып табылады. Шешендік сөздердің қазақ халқы тарихымен байланысты тарихы тіпті терең. Ол ежелгі ауыз әдебиет үлгілерінен басталады. Бүгінгі күнге дейін ұлтымыздың ұлы құндылығы ретінде дәріптеуде қазақ даласында дүниеге келіп, ғұмыр кешкен дала даналарында бұл өнердің болмысына ерекшеліктеріне жан-жақты тоқталған. Шешенге қасиеттері туралы жалпы адамзат игілігіне айналған ой тұжырымдармен таныс болыңыздар. Келесі слайдтарда жаңағы шешендік өнерге қатысты, шешендік өнерге байланысты айтылған ой тұжырымдарды бөлісе тоқталып кетейік. Ломоносов шешендік өнер туралы не делген? Табиғи дарын, ғылым, дүлділ шешендерден үйрену, шығармашылық сипаттағы машықтану, өзге ғылым салаларына хабардар болу қажеттігін атап көрсеткен. Аристотель шешенге деген сенім туғызатын үш нәрсе: парасат, ізгілік, сыйластық деп жинақтаған. Яғни осы үш қасиет адамның бойында болу керек. Сонда ғана шешендік өнердің дамуына, шешендік жаңағы қасиеттеріне лайық болады. Квинтилиан жақсы шешен болуын келсе, алдымен жақсы адам бол деген түсінікке бәрін сыйласуға тырысқан. Яғни тағы да мәжеге келетін болсақ, адамгершілік қасиетті жоғары қойылған. Цицерон өзінің сөзінде шешен бойынан айтылатын ойын қатаң тәртіппен, байыпты талдаумен, салқын
кандылыкпен ұсыну, тыңдаушылар сезіміне әсер етіп, белгілі бір ассоциациялар тудыратын көркемдеуіш, бейнелеуіш элементтерді пайдалана білу жөнінде айтып еткен. Енді мына жерде біз шешендік сөздеріне қойылатын талаптарға келетін болсақ, белгілі бір әлеуметтік мәні бір тақырыпты қозғайтын шаршы, топ алдында сөйлейтін сөз болу қажет. Әңгіме өзегінің дәлелі болу керек міндетті түрде. Тыңдаушыларға түсіндіріп, ойлайтын харекетке жетелеу керек. Тыңдаушыларды сүйсіндіретін эстетикалық қасиеті болу керек. Шындықты, ақиқатты тануға ұмтылдыру керек. Келесі слайдымызда шешендік өнер тарихы неден бастау алады? Ежелгі Грекия мен ежелгі Римнен бастау алып, Сократ пен Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан шешендеріне тоқталады. Біздің жаңағы қазақ ұлттық шешендік тану бастаулары Әл-Фараби, Кабуснама, руна жазулары, билер сөзі, Шоқан Валиханов, Абай, Байтұрсынов, Құдайбердіұлы, Сейфуллиндерден бастау алады. Ресейге келетін болсақ, епископ Макария, Усачев, Рижский, Кони, Белинский, Пороховщиков деген ұлы ғұламалардан шешендік тарихы басталады. Шешендік сөздердің көркемдеуіш құралдарына риторикалық сұрау, градация, метафора, салыстыру, эпитеттену сөздері жатады. Яғни осы көркемдеуіш құралдарды пайдалана отырып, шешендіктің ерекшеліктерін көрсете аламыз. Енді біздің жаңағы атақты үш билерімізге келетін болсақ, сіздер білесіздер, бұл жаңағы атақты шешендер, әділ қазылар, ақын, ұлы жүздің Төбе би, Төле би, орта жүздің Төбе би, Қаз дауысты Қазбек би, кіші жүздің Төбе би, Әйтеке би, атақты шешендер, мемлекет және қоғам қайраткері, Тәуке ханның кеңесшілері, жеті жарғы әдет ғұрып заң жинағын шығаруға үлес қосқан билер, ұлт тәуелсіздігі мен бостандығын, татулық пен бірлігін насихаттаушылары. Атақты үш билеріміздің де өзінің нақыл сөздерімен, шешен сөздерімен елге танылып, тек елге емес, сонымен қатар басқа елдердің де мәмілеге келушілер дипломат ретінде өз ерекшеліктерімен көзге түскен атақты билеріміз. Енді осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздердің мақсаттарыңыз үйге тапсырма ұлы шешен, атақты билер туралы айтылған сөздері, шешендік сөздері дәптерлерінде жазып жібересіздер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.